Анашым, неге мектепке баруым керек? Мектепке балам, мектепке сен барсаң, әріп үйренесің, оқып үйренесің, ақылды бала боласың. Так, бізге үй тапсырмасы не берілді екен? Анашым, неге мен мұғалімді тыңдауым керекпін? Мұғалімді тыңдасаң балам, жаман бала болмайсың. Бәрін тез үйренесің, әріпті танып аласың, оқып үйренесің, есеп шығарып үйренесің. Жаман ба? Анашым, дос қандай болу керек? Адал дос балам, сені ренжітпейтін, саған көмектесетін, саған қиын кезеңде әрқашан демеу болатын дос болу керек. Бүгін математикадан балам. Ал мен қателессем ше? Қорықпа балам, қате жасау үйренудің жолы. Бірде қателессең, екіншісінде дұрыс жасап үйренесің. Өтірік айтуға бола ма? Жоқ балам, өтірік айтуға мүлдем болмайды. Шындықты айтқан бала ғана озат болады. Неге үлкендерді сыйлау керек? Өйткені олар сені жақсы көреді, қамқор болады. Үлкенді сыйлаған бала тәрбиелі болып өседі. Анашым, неге мен қолымды жиі жууым керек? Таза бала ауырмайды балам. Тазалық ол денсаулық кепілі. Үнемі қолыңды жуып, өзіңді күтіп жүруің керек балам. Сонымен балам, жақсы бала болу қиын ба екен, әлде оңай ма екен? Оңай. аспанымда дүниеге есігін ашқаныңда